Қайнағам тар жерге тамаша болды. Күйеуім ата-анасынан жасөспірім кезінде айырылып қалды. Ата-анасы жол апатынан қаза тапты. Сол кезде оны тәрбиелеумен және үй шаруасымен үлкен ағасы айналысты. Абырой болғанда сол кезде қайнағамның жасы 18-тен асқан еді. Қайнағам күйеуіме әке орнына әке, ана орнына әке болып, мектептегі ата-аналар жиналысына қатысып, тамақ жасап, тіпті кір жуды. Туыстар мен көршілер оның бұл қамқорлығына сүйсініп, осындай мейірімді бауыр бәріне бұйырсын деп мақтап жүрді. Кейін күйеуім білім алып, жұмыс жасап, мені кездестірді. Біз бірге тұра бастадық. 1 жылдан кейін үйлендік. Қайнағам бізге ата-анасынан қалған пәтерді беріп, өзі басқа елге бақыт іздеп кетті. Мені уайымдамаңдар, бақытты болыңдар деп қоштасып кетті. Қайнағам 7 жыл бойы жоқ болды. Хат жазып тұрды, қоңырау шалатын, өз жағдайының жаман еместігін айтып жүрді. Жұмыс тауып бір әйелмен танысқанын, онымен жылы қарым-қатынас орнағанын жазды. Дегенмен қайнымның баласы болған жоқ. Ал біз күйеуім екеуміз 3 баланы дүниеге әкелдік. Абырой болғанда күйеуімнің ата-анасы кезінде 3 бөлмелі пәтер сатып алған екен. Сондықтан бәрімізге орын жеткілікті болды. Бір күні қайнағам аяқ астынан келді. Ешқандай ескерту, алдын ала хат немесе қоңырау болмады. Біз де дайын болмадық. Жоқ, ол әуежайдан қоңырау шалды. Сендерге келе жатырмын, 2 сағатта боламын деді. 7 жыл бойы көрінбей кетіп, осылай бірақ келетін адам бар ма өзі? Күйеуім екеуміз үйді жинауға кірістік. Күйеуім дүкенге кетті. Мен үйді жинадым. Балалар аң-таң болып ойыншықтарын жинасып көмектесті. Олардың ағасы бар екенін балалар білген, бірақ тек мессенджер арқылы, видео арқылы көрген. Үлкен ұлым, ағам ұзаққа келе жатыр ма? Деп сұрады. Мен ондай сұрақтарды дауыстап қою әдепсіз, деп жауап бердім. Бірақ іштей өзімде соны білгім келетінін ойладым. Қызық, ол қайда тоқтайды екен? Деп сұрадым күйеуімнен. Ол пакеттермен ас үйге кіріп келген кезде. Күйеуім ентігін басып таңырқай маған қарады. Қалай сонда? Әрине бізде. Жарайды дедім мен. Бірақ оны қай жерге жатқызамыз? Балалар бөлмесінде ұйықтайды, ал біз екеуміз жатын бөлмеде. Бізде бос орын жоқ қой. Қонақ бөлме ше, деді. Ол диванда керемет жайғасады. Бекерге алып едік пе сондай үлкен диванды? Міне, енді керек болып тұр. Жақсы дедім ішімнен. Егер аз күнге келген болса, мейлі дедім. Кездесуіміз тамаша өтті. Балалар ағасынан бір елі ажырамады. Әрең дегенде ұйықтаттық. Жақсы болды, келесі күн демалыс еді. Бірақ мен бәрібір ерте ояндым. Ас үйден тарсыл-гүрсіл естілді. Сөйтсем бәрінен бұрын оянған қайнағам таңғы ас дайындап жатыр екен. Күні бойы үйде отырды. Теледидар қарады, балалармен ойнады. Мен болсам, қашан кетеді екен деп күтіп жүрдім. Бірақ ол мүлде кететін түр танытпады. 1 апта өтті, сосын тағы 1 апта. 3-ші аптаның соңында мен бұл жағдай қатты ашуымды келтіріп тұрғанын түсіндім. Қайнағам біздің диванға сіңіп кеткендей. Тіпті кетіп жеке өмір бастау жайлы ойламаған сияқты. Ақыры шыдамай, енді қандай жоспарыңыз бар? Деп сұрадым. Ол болса, ешқандай. Барлығынан да жалықтым. Әйелдерден де, жұмыстан да, жай ғана демаламын деді. Сонда сіз бізбен тұра бермекшісіз бе? Деп бұл жолы батылырақ сұрадым. Қайнағам мен күйеуім маған таңдана қарады. Қайда тұрам? Бұл ата-анамыздың пәтері ғой, деді қайнағам. Не айтып тұрсың? Ағам қайда кетпек? Деп күйеуім ашулана бастады. Ағам жастығы мен өмірін маған арнады. Біз үйленгенде пәтерді бізге берді. Енді оны қумақшысың ба? Мен ешкімді қуып жатқан жоқпын, деп түсіндіруге тырыстым. Бірақ ересек ер адам, тіпті туған аға болса да бөтен отбасының ішінде өмір сүре алмайды ғой. Қайнағам күліп, сендер менің отбасымсыңдар, маған басқа ештеңеде керек емес деді. Ал күйеуім бұл туралы сосын сөйлесеміз деп маған жаман қарады. Сосын күйеуім менің миымды ашытты. Ол менің ағам. Сен не деген адамсың? Аяушылық сезімі жоқ па сенде? Ол менің кішкентай кезімнен қамқор болып мені оқытты, мені асырады. Айғайлағаны соншама тіпті көршілер де естіген шығар. Біз жай ғана сөйлеспей қалдық. Енді ары қарай қалай болады, мен тіпті білмеймін.
Құрметті тыңдармандар, бұл әңгіме kaluga.ru сайтынан алынған, негізі орыс тілінде, бірақ қазақ тіліне аударылған. Әңгіме сіздерге ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.